Тұрмыстағы ұсақ істерге қанша көп араласса, бала соншалық өзіне сенімді болады. Ал сіз қалай ойлайсыз? Осыған қосыласыз ба? Үпіл басып арнаға тіркеліңіз. Кейде тұрмыста бала бірер жұмысты істеудің алдында әр-сәр болып қалатын жағдайлар болады. Осындай кезде, егер сіз оған бұл іс сенің қолыңнан келеді, егер бірінші рет ойдағыдай болмаса, екінші және үшінші рет сынап көруіңе болады деп шабыттандырсаңыз, бала бұл іске сеніммен әрі жығылса, жығылған жерден қайта тұра алады. Егер қателессе, қайдан қателік кеткендігін байқай алады. Сөйтіп баланың икемділігі, кісілік өмірге бейімделгіштігі осылай қалыптасады. Қателік әлсіздік емес, жығылған жерінен қайта тұра алған бала ішкі күші мықты, жігерлі бала. Сондықтан ата-аналар бала қателік ішінде есетіндігін естен шығармау керек. Ал сіз қалай ойлайсыз? Пікір қалдырыңыз, басқалармен бөлісіңіз.